Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Бүгін біз сіздерге ешкілердің мүйізін түсіретін резинканы қалай салғанымызды және оның қалай жұмыс жасайтынын нақты сіздерге көрсететін боламыз. Өйткені мына біздің алдымызда тұрған ешкінің мойнында резинкасы бар. Бұл ешкілерге мүйізіне мынандай ғана резинка салынған, қатты резинке. Созылуыңыз. Адам қолмен соза алмайды. Бұның ішіне екі пресс-жіпті салып, созып мүйізіне саламыз. Мына жерден бастап салынғанбыз біздер. Қойшы. Мына жерден бастап салынған. Және ол қазір түбінде тұр. Қазір сіздерге оның салғанына 2 апта болған. Қазір көрсетем түбінде қалай тұрған. Қалай кірген. Егер де біздің бұл видеомыз сізге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнамызға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып қалдырыңыздар. Жалпы бұл бізге стимул береді, көбіректеу видео шығаруға, көбіректеу сіздерге көбірек пайдалы видеоларды шығарып тұруға, алға сондай бір жетелейді де. Мінекей көріп отырсыздар, мүйіздің ішіне қанша кіргенін. Бұл кіріп кеткен мүйіздің ішіне. Толықтай енді 1 аптадан кейін түседі. Осынша уақыт кіру үшін оған 2 апта уақыт қажет болды. Және бұл ешкіде сәл ұзаққа созылып жатыр, өйткені бізден жүнін тазалап қырса өте жақсы болар еді. Біздер жүнін тазалап қырмағанбыз. Қазір тағы да бір рет көрсететін боламын. Арт жағы толықтай кіріп кеткен, көрінбейді. Құлағыңды алшы. Бұл ешкіде қазір ешқандай ауырсыны жоқ. Мүйізінде резинка бар екен, бұл қазір өзі де білмейді. Оны сезіп те жүрген жоқ. Ауырсыны жоқ, тәбеті жақсы, саулып тұр, сүті жақсы. Мындай моншақтары бар. Алдыңғы мүйіз түсіру туралы видеода анықтап айтқанбыз, қандай ешкіге резинке салуға болатын. Ешкі тентек болса ғана, жаңағыдай басқа ешкілерді сүзіп, жанындағылардың бәрін қиратып жүретін болса ғана, ондай салуға негізі болады. Ал мүйізінің негізі зияны сол лақтайтын кезінде ғой, ешкілер лақтайтын кезде сүзеді, бірін-бірін іштерінен сүзеді де, 20 күн бұрын туғызып қояды бірін-бірін. 20 күн бұрын туған лақтың енді лақ болып кетуі өте қиын, әурешілікке салады. Сондықтан да мүйіздерін түсіреміз. Бұл қазір ешқандай ауырсыну сезініп жатқан жоқ. Ал бұл ешкінің аты Қызыл қыз. Қызыл қыздың мүйізі былтыр түскен. Енді қазір орнын көреміз. Осындай ғана болып орны қалып қойдық. Біздің ешкілердің көбісінің мүйізін түсірілген ешкілердің көбісінің орны қалған жоқ еді. Тек осы Қызыл қызда ғана азырақ қана мынандай орын қалып қойды. Осыны көрсетейін деп едім. Бірақ оның енді зияны жоқ. Мен құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, осымен біздің видеомыз аяқталды. Ешкілеріңіз сүтті болсын, ауырмасын, бірін-бірін сүзбесін.